Құрметті көпшілік, сіздерге тағы да бір қызықты жайтты айтып бергім келіп отыр. Бұл құлағымызға әбден сіңісті болған 7 қазына жайлы. Ұлттың ұлағатты ұғымдары деген нәрсенің ішінде 7 қазына деген нәрсе бар. Естігенімізге көп болғанымен, оны жеке дара тоқталып айтатындар аз деп санаймын. Мысалы, мен өзімде оның бәрін біле бермейді екенбіз. 7 қазынаны жеке айтатын адамдар, жастар, оларға үйрету, ары қарай дамыту арқылы біз көп еңбек сіңіреміз деп ойлаймын. Соның біріншісі мен бірегейі ол 7 жарғы деген. Әз Дәукенің заманындағы бұлжытпас орындалуы тиіс 7 заң. Одан кейінгі 7 жетекші екен. Бірінші адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық деп сақ құлақ би жеке қылып айтқан екен. Келесі 7 ғашық. Кімдер олар? Ләйлі Мәжнүн, Фархат Шырын, Тахир Зухра, Арзу Қамбар, Уәлік Ғарра, Уәки Күлшах, Жүсіп пен Зылиха екен. Ләйлі Мәжнүнді білеміз, Фархат Шырынды білеміз, Жүсіп Зылиханы естігенбіз, бірақ мынау Тахир Зухра, Арзу Қамбар, Уәлік Ғарра, Уәки Күлшах дегенді бірінші рет естуім. Біле жүретін болдық. Содан кейінгі 7 шәріп, яғни 7 әулие. Меке шәріп, Мәдина шәріп, Бұхар шәріп, Шам шәріп, Қатым шәріп, Құддус, яғни Мысыр шәріп, Кәләм шәріп деген ол Құран екен. Міне 7 әулие. 7 қазынан тағы бір айтып өткенім артық болмайды. Ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық және жүйрік тазы, яғни ит. 7 ғалам: шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, аспан, яғни жоғары ғалам, жер, ол орта ғалам, және жер асты, төмендегі ғалам деп 7 ғаламды осылай санамалайды екен. 7 күн. Олар бүгін, ертең, бүрсігүні, арғы күні, ауыр күн, соңғы күн және азна. Бұл бұрынғыша айтылғаны. Қазіргі кездегі 7 күнді білеміз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. 7 жұт. Құрғақшылық, жұт, өрт, оба, соғыс, топан су және зілзала екен. 7 жұттан аман болайық. 7 жоқ. Ол не нәрсе? Жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ, аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ, және де жылқыда өт жоқ екен. Міне, білгенімізден білмегеніміз көп екен. 7 жетім деген бар екен. Тыңдамаған сөз жетім, киюсіз тозған бөз жетім, иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, аққу-қазсыз көл жетім, жерінен айырылған ер жетім, замандасы қалмаса бәрінен де сол жетім деген екен. 7 ата. Біріншісі бала, сосын әке, ата, арғы ата, баба, түп ата және тек ата.
Енді жеті атаны білуде өте қажетті нәрсе. Жеті атасын білмеген жетесі деген де мақал бар. Оған келесі жол тоқталамын. Енді жеті қат көк делінеді. Яғни менің пайымдауымша ол планеталар. Біріншісі ай, күн, шолпан, есек қырғын, яғни Меркурий, қызыл жұлдыз, яғни Марс, Сатурн және Мүштәри, яғни Юпитер. Жеті қат жер не ол? Тұңғиық, жылан, су, қоспалық, қара тас, көкөгіз және жер делінген екен. Соңғысы жеті амал. Ол жеті амалдың біріншісі күннің тоқырауы, қарашаның қайтуы, үркердің батуы, мұздың қатуы, киіктің матауы, қыс тоқсан және ай тоғамы. Жаттап алмасақ та, жадымызда жүретін, қажетті немерелерге, балаларға айта жүретін осындай қажетті нәрселер. Сіздермен бөліскім келгені осы. Ілгеріде айтылған салт дәстүрлеріміздің ішінде бір нәрсе айтқым келіп отыр. Ол біздің мен білмейтін, мысалы естімеген жиен құрық деген нәрсе екен. Және жолдастық қарыз деген екен. Жолдастық қарызға келесі жол тоқталамын. Жиен құрық деген нәрсе не? Ол қыздан туған балалар жиен деп аталады. Халық дәстүрі бойынша жиен нағашыларынан қалаған затын, яғни жиен құрық алуға тиіс. Нағашысы жиеннің бетін қайтармай 3 рет беруге міндетті. Халық жиенді ренжітпей, жиен назасы жаман деп еркелетіп ұстаған. Жиенді ұрғанның қолы қалтырайды дегенде сөз бар. Кей аймақтарда бұл салт 40 серкеш деп те атай береді екен. Міне, осындай қажетті ақпараттармен сіздермен бөлісейін дедім. Соңғы жағында айтқым келіп тұрған 1-2 мақал бар, бөлісейін. Құдықтан су ішкен қазғанға рахмет айтады, ағашты көлеңкелеген еккенге рахмет айтады дейді. Ардагер аға алдыңда тұрсын, әдепті іні артыңда тұрсын дегенде мақал бар екен. Заман қамын ойлаған саналықтың белгісі, адам қамын ойлаған даналықтың белгісі.